Сәлеметсіңдер ме балалар? Қандай ғажап Қазақстан картасы, өзен көлі орман тауы әр тасы, құс шыңына қанат қағып өскенім, туған жердің арқасы. Қандай ғажап Қазақстан таулары, алтын дәнмен жайқалып тұр аймағы, самал желмен желбірейді көгімде Қазақстан байрағы. Менің елім, менің жерім бұл деген, кең даласы маңдай термен гүлдеген, шашу шаштық Қазақстан еліме, өлеңменен, жырменен дей келе, біз бүгін музыкалық саяхатымызды менің отаным Қазақстан тақырыбына арнаймыз. Аспаптық музыканы, әсіресе ұлттық музыканы тыңдауды жақсы көретін менің сүйкімді шәкірттерім. Біз бүгінгі музыкалық саяхатымызда туған жерге арналған Сарыарқа күйін тыңдаймыз. Бұл Сарыарқа күйін Құрманғазы Сағырбайұлы, қазақтың ұлы күйші композитор шығарған. Қазақтың аспаптық музыка өнерінің негізін қалаушы. Крешендо дыбысты бірте-бірте күшейту, ал дименуэндо дыбысты бірте-бірте азайту. Балалар, енді осы уақытқа дейін үйренгендеріңді тексеру үшін мына сұрақтарға жауап беріңдер. Қыстың күні көңілді әнінің үшінші шумағын
дәптерлеріңе толықтырып жазыңдар. Шаңқобыз дегеніміз не? Алатау дегеніміз не? Құрманғазы деген кім? Крещендо дегеніміз не? Сарыарқа кімнің күйі? Деменуэнда дегеніміз не? Балалар, қазір тәуелсіздік жыры атты жаңа әнді тыңдап айтып үйренеміз. Егемен елім, тойыңа бүгін қабыл ал менен жүректің жырын, желбіре туым, күлімде күнім, жасай бер мәңгі тәуелсіздігім. Тәуелсіздікпен құтнарым шөккен, көгершін көңіл астасты көкпен. Ниеті таза, қазағым жаса, тойлайық бүгін нұр шашу шаша. Енді әннің әуеніне кезек береміз. Музыканы өте жақсы көретін менің сүйкімді шәкірттерім. Бүгін сендер отанымыз Қазақстанға арналған бірнеше жаңа шығармалармен таныстыңдар. Сонымен қатар өздерінің үйренгендеріңді тексеру үшін арналған тапсырмаларды да ойдағыдай орындадыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Алдағы сабақтарға сәттілік тілей отырып, мен сендермен көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар, балалар.